мына Шымкент Сарыағашты айтсам бір 500-100 километр десем, артыңыз 1000-5000 километрден келіп отырсыздар. Неге? Бір ғана үмітпен, бір ғана көкейдегі сұрақтан. Бұл компанияда жұмыс жасау реально ма? Бұл компанияны табыстау реально ма? Мен шынымен осы жерден табыстап аламын ба деген сұрақпен келіп отырсыздар. Менің түсінген қағидам шынайы бол. Мен бірінші түсінген қағидам шынайы бол. Оны мен қалай түсіндім? Шынайы бол деген нәрсені әртүрлі адамдар әртүрлі түсінуге болады да. Бар ма бар, жоқ па жоқ. Команданың бәрі кетіп қалды. Біз бизнес енді бастап жатқанбыз, қайтадан нөлден бастадық. Мен және менің туған әпкем, Көмеш Гүлжан, туған әпкем бар, сестрам Көмеш Айжан. Нөлден бастап адамдарды шақырып бастадық. Біз шынайы болдық. Біз айттық, біз міне бастап жатырмыз. Бірақ бізде арман бар, мақсат бар, бізде перспектива бар, бізде көріп тұрған болашақ бар. Сіз қазір бізбен бірге бастасаңыз, сіз мынандай нүктеге бізбен бірге жете аласыз деген нақты сенім болды. Сосын командамен шынайы қарым-қатынас жасадық. Ешкімнен ештеңе күтпе. Екі адам тіркеп алып, сол екеуінің бетіне қарап отыратын кісілер бар. Осы екеуі мені қашан директор қылып жібереді екен, осы екеуі қашан подписка жасайды екен, личный кабинетін күнде 5 рет ақтарып, бұлар мені қашан байытып жібереді екен деген. Енді қараңыздар. Мейлі спонсор, мейлі партнер, ешкімнен ешнәрсе күтпеңіздер. Бұл деген сөз өзіңмен өзің жабылып қалу деген сөз емес. Компания мүмкіндікті бәріңізге бірдей осы жерде отырған адамдарды қараңызшы. Міне 5 секторға бөлініп отырсыздар. 5 секторға 5 түрлі маркетинг план беріп отқан жоқ. Бәрімізге бірдей маркетинг план, бірдей продукция, бірдей мүмкіндік, возможность, бірдей 24/7 жұмыс жасап тұрған әрқайсымызда индивидуальный сайт, индивидуальный личный кабинет, жеке бухгалтерский отчет бүкілімізге бірдей беріліп тұр. Енді тоқтамау керек еді. Ешкім ештеңе күтпей, мысалы менде бізде айтады, көп кісілерден сұрайды, жетістікке жетудің құпиясы. Біздің команданың жетістікке жетудің құпиясы. Бізде бір керемет методика немесе, әр команданың өзінің системасы бар. Бізде бірақ біздің ең бірінші ұстанымымыз, мен үшін менің командама келген, шыринама келген әрбір партнер, әрбір новичок, әрбір лидер маңызды. Мен тек сол кісілермен ғана жұмыс жасаймын. Менімен бірге жұмыс жасап, ары қарай дальше продолжать ететін адамдар бірге келеді, ал кететін адамдар значит ол кісілерге бұйырмайды. Мен ешкімге жалынып, қалшы, осында болшы, менің командамнан кетпеші деп жалынған адам емеспін. Екінші, мендегі характер, мен глубинаға түспеймін. Ол деген сөз, глубинаға статус үшін, моментальный товарооборот үшін команданың төменгі жағына түсіп, ортадағы лидерімді тірі инвалид жасамаймын. Лидер деген адам, партнер деген адам, новичок деген адам командасымен өзі жұмыс жасау керек. Бұл деген сөз, глубинаға түспейін деп шақырып алған командаңды далаға тастау емес. Контроль жасайсыз, бағыт-бағдар бересіз, қайда бара жатыр, дорожный картасын сызып бересіз, бірақ команданың өзі өсуіне мүмкіндік беруіңіз керек. Бабочка деген, яғни көбелекті білетін адамдар бар ма? Қол көтеріңізші. Кім өмірінде бір рет көбелекті көрді, бабочканы? Басқаңыз көрген жоқсыздар ма не? Білесіздер ма? Бабочка, көбелек, кокон дейді. Кокон дегенде өзінің мынандай пленка дейді ғой, қабыршағынан ұшып шығады. Егер адам, мысалы, анау қабыршақты деп қанатымен қайырып, ол қарасаңыз инеден де жіңішке, коконның несі, пленкасы өте жіңішке да. Ал егер сіз көмектесіп сол инені деп инемен де жарып жіберіп, ана көбелекті ұшырып жібергіңіз келсе, ол көбелек сол жерде өледі. Ол табиғаттың заңдылығы. Сіз күтуіңіз керек. Сол көбелектің өзінің қабыршағынан, яғни коконнан өзінің жарып шыққан. Көбелек негізі бір тәулік қана өмір сүреді. Құдай оны бір тәулік өмір сүруге жаратты. Бірақ бір тәуліктің өзінде ол өзінің миссиясын орындайды. Демек не істеу керек? Команданың алдына түспеу керек. Бәр жағдайды жасап, глубинаға түсудің қажеті жоқ. Өйткені сіздің не үшін сізде команда болмайды, демек сіздің ортадағы партнеріңіз тірі инвалид.
тек статусы бар, аты бар, бірақ командасына сөз етпейді. Командамен бірге болу деген 24/7 физически команданы күнде шақырып алып, әңгіме айтып, өсек айтып, шаймен шақыру емес. Ол деген сөз командамен 24/7 мейлі онлайн, мейлі офлайн. Үнемі сіздер сөйлескен кезде, әңгімелескен кезде тек жақсы нәрсе, тек позитив, тек стратегический план, тек қана алдыға бара жатырмыз, не істейміз, қалай істейміз, немесе өз командаңыздың өсуі үшін қолдарыңыздан не келеді, кім қандай еңбек жасайды, соны айту.